достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Біз бүгін осы біздің ауылымызда біз вагонетка темір жолын салатын боламыз. Иә достар, айтпақшы біз мына қорқынышты модтың анықтап, оның көзін жойып, қандарын тазалап қойған болатынбыз. Және де біз достар, сіздер таңғалатыныңызды сөз садық. Мына аяқты көріп тұрсыздар ма? Өте үлкен маяқ қойған болатынбыз. Бұны жасауға бізде өте көп уақыт кетті. Осыға астын жаптық, үстіне қарай шыға бергенде көптеген маяқтар қойған болатынбыз. Бұны бізге өте қатты ұнады. Бізге бұны салуға 30 минуттай кетті. Иә. Бұл өте керемет. Маған ұнаған, ал сіздерге ұнады ма? Оны комментке жазып кетіңіздер. Айтпақшы достар, біздің каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ернұр, сен осы жерден бастап жалғастыра бер, ал мен арғы бетінен бастап келемін. Мысалы, біз жүрге шаршаған адамдар осы вагонеткамен келесе болады. Біз бастай берейік. Мен қазір жетіп олайын, сен келе бер. Достар, сосын бізге каналға тіркелуді ұмыт кетпеңіздер. Лайк басып, қолдап кетіңіздер. Біз жаңадан басатқан жас ютуберлеріміз. Бір-бірімізді қолдап жүрейік. Қазақпыз ғой. Иә. Келесіде не салайық? Оны жазып кетіңіздер. Айтпақшы достар, біз келесі бөлімде, 4-ші бөлімде біз үй салатын боламыз. Біз кеше қосқан үлкен жерге әдемілеп үй саламыз. Ол сіздерге ұнауы тиіс. Ол жерді біз үлкен қылып қойдық әдейі. Сіздерге үлкен үй салу үшін. Солай не қада кеп қалдым, мен жақында қалдым. Арасы қалып кеткен жоқ па? Несін қарап жүр, арасында қалып кеткендер болуы мүмкін. Айтпақшы достар, біз бұл жерде факелері арнайы қойып қоямыз, өйткені бұлардың қойып отырудың өзі өте көп уақыт кетеді. Иә. Солай біз тез болу үшін бәрін дайындап қойдық. Иә. Мен осы жерге жеттім. Мен қазір кеп қалатын шығармын деп тұрмын. Менде әлі біраз бар, бірақ достар, айтпақшыдай, сіздер біз кеше 3-ші бөлімде сіздер 116 просмотр жинап, сіздерге өте көп рахмет. Иә достар, біз қараған кезде бүгін таңертең қараған болатынбыз. 116 просмотр қалған, ал қазір жақсы жиналып қалған шығар. Сіздерге рахмет айтамын достар. Бізді қолдап, каналымызға лайк басып жүргендеріңізге рахмет. Айтпақшы мен де саған кеп қалдым. Мен қазір маған да салды. Бірде кеппіз ғой. Міне. Енді отырып көрейік, неқа жүргеттік. Мынадаттан неқа алып тастайын қазір. Достар, сіздерге біздің видеоларымыз ұнап жүр ма? Немесе ұнамаса, айтыңыздар, біз басқа да нелер ашып, выживание, хардкор, творческий деген карталарда ойнасақ болады. Егер сен сөзден баста, ал мен мұны әрден бастап көрейін. Міне, осылай біз уақытты үнемдейтін боламыз. Міне мен жаяу жүрген ол денсаулыққа пайдалы, бірақ осылай біз асығып тұрған кезде келе салуға осылай тез бара салатын боламыз. Маған ұнап тұр. Бірақ бұл жол ені бізде ауылда бір құпия пайда болмаса болар еді. Мен кешегі модтың өзінде қатты қорықтым түнде. Ал сен қорықтың ба? Иә, мен өте қатты қорықтым. Ана модтың түрі де, істері де қорқынышты ғой. Иә. Бізге бас қойып өтеді модтарын. Еще
несіне өзінің үйіне кітап қалдырып кеткен. Ол жерден тез шық деп. Ол біздің келетімізді білген секілді. Бірақ ол қалай кірген екен біздің неге? Yerімізге қалай кірген? Біздің фермамызға қалай кірген ол? Оны бір анықтап көру керек. Тағы да бір айта кеткеніміз бар, сен бірінші барсың, мен екінші барайын. Жарайды. Артынан кел, давай. Мен бала кезінде ше, осындай вагонеткалар өте көп салатын. Үлкен қылып, үстіден төменге, төменнен үстіге салатын едім. Сен солай ойнадың ба? Иә, мен де сен сияқты көп осы Майнкрафтқа кіріп, мен де үстіп салғым келетін. Айтпақшы өнер, екеуміз бұрында көп выживание нелер ойнап едік қой, білесің ба? Кішкентай кезімізде. Иә. Айтпақшы достар, сіздер кішкентай кездеріңізде Майнкрафт ойнадыңыздар ма? Біз өте көп ойнағанбыз. Тіпті әрдайым ойнағанбыз деп айта аламын. Достар, сіздер Майнкрафт вагонетка, теміржолын осындайларды көп салсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Плюс қалдырып кетіңіздер еще. Иә. 5-ші бөлімде достар сіздерге не салайық, сіздерге не ұнайды? Соны жазыңыздар. Тағы үйден басқа не салуға болады, сіздер айтыңыз, біз бәрін істейміз. Иә, осы жерге қайтадан жерлер қосамыз да, оны қоршап, сіздерге видео қылып саламыз. Айтпақшы, біздің вагонеткадан идея алып жасасаңыздар болады. Артқа кетіп қалды. Мына кетіп қалды. Достар, ұмыту керек. Алдынан күтіп оламын қазір. Ай, достар, кетіп қалдым. Күттім. Хоп. О, рахмет. Қашы. Айтпақшы достар, мына жер қарасаңыздаршы. Үлкен, кен. Осы жерге сіздерге әдемілеп үй салатын боламыз. Ал мына жерге тағы да орын қосып, немесе басқа жаққа орын қосып, тағы не салайық, соны айтыңыздар. Өте көп заттар қоссақ болады. Айтпақшы достар, біз осы бөлімде, осы бөлмені өз бөлменді несін жасай, ремонт жасай. Достар, тағы да сіздерге тағы маяк салайық па, сіздер айтыңыздар, комментарияға жазып. Иә, сіздер қалсаңыздар, біз қайтадан бұдан да маяқтар бір жерден салатын боламыз. Мынада тармақ тұтайын. Сен осы өз бөлменді менікінен қарап ремонт жасам болады. Қазір ремонт жасай, видеода түсіріп отырам. Менің бөлмемді достар сіздерге өз каналым атын жазып кеткен Тимон 014 деп. Осыны ішіне кіретін болсақ, мен осыға төсек салып, верстак, пеш, анауына салып қойғам, жарық. Ал мына жерде мен кітапшалар, мен кітапты оқығанды өте жақсы көремін. Ал енді сенші? Мен де. Мен скелет, крипер, Түркияның флагтарын оқығам. Міне мынау мен полка, сандық. Айтпақшы міне сіздер, достар, мен сіздерге арнап осындай несі қойдым. Жерден алатын заттар, осындай ағаш дейді. Бағалы заттар, тамақ сақ қойғанбыз. Аңға шығатын кезде. Блоктар міне. Шахтаға баратын кезде. Айтпақшы достар, біз келесі бөлімдерде шахтаға түсек деп отыр. Міне мынау біздің жұмыс орнымыз. Ал міне енді менің бөлмемнен қарап идея алсақ болады. Айтпақшы достар, мен мынау жаңбырды қойдырып тастайыншы, ұнамайды маған. Айтпақшы достар, жаңбыр ұнай ма? Маған ұнамайды. Маған ұнамайды. Көп адамға ұнамайтын секілді, өйткені білмеймін, маған жаңбыр өзіме ұнамайды. Ал сіздерге ұнай ма? Комментте жаза кетіңіздер. Ұнаса ұнады деп ұнайды деп жазып кетіңіздерші. Біз де біле жүрек. Мен саған идея айтсам болады. Мынеға сен өзіне бір төсек қойып, жанын плитамен жауып, кітап, шалап қойсаң жақсы болатын секілді бір төсек қойып. Мен бұрынғы үйлерін естіп қалатын едім. Айтпақшы достар, менің ағам бар. Менің ағамыз, енөркеміздің де ағамыз. Біздің өркен ағамыз осындай үйлер, постройка салғанды өте жақсы біледі. Ол деген Майнкрафттың король деп айтсақ та болады, бірақ достар. Біз сіздерге қазақша сөйлеуге тырысамыз, сіздер түсінікті болу үшін. Немесе орысшаны өзіміз сөйлейтіндей қылып, сіздер түсінетіндей қылып сөйлей берейік па? Комментарияда кетіңіздер. Қазақша немесе орысша деп.
Ал міне осы жерде біздің бірінші маяк. Мен сізге көрсетейін, Енұр өз бөлмесін ремонттай берсін. Екінші маягымыз біздің. Үшінші маяк міне. Ал мынау ең үлкен төртінші маягымыз. Бұл деген пирамидаға бір сөзін айтқан кезде достар. Бұны біз жарты сағаттан көп сағат секілдіміз. Білмеймін. Сонда секілді. Мен қараңыздаршы, мен оның қасына жақындасам, Бізге уже тез жүгіретін беріп кетеді. бұл қалай? Мен бұны түсінбедім. Міне айтпақ төртінші емес, бізде бесінші маягымыз бар. Айтпақшы, міне бұл не десеңіздер, бұл моб ферма. Көбісі біледі, көбісі білмейді дегендей. Солай. Оған біз бөлек келіп, аңдар өлтіреміз. Қазір ешқандай аң жоқ. Ол мобтар, зомби. Міне біз шығып кіреміз. Біз осында кеше кеше көрдіңіздер ғой. Міне сондай бір оқиға болатын болса, бұл осы жерде біз бірден осы жаққа кіреміз де қашатын боламыз. Біздің бұл астында құпия туннель деп айтсақ та болады. Бұлай қашамыз. Өмәне бұзыл қап. Оны кездесе саламыз. Қашып кетеміз. Мына біздің ат қорамыз. Енордың аты серуенде жүр дәл. Тау жақтарда жүрген шығар. Айтпақшы Енор достар, Енор атын жақсы көретін секілді, өйткені әрдайым тауға жібереді, жем шөбін беріп жүреді. Мен бірақ ондай емес, білмеймін. Осы жоқ қоя салайын. Маған осындай ұнайтшы достар, сіздерге ұнай ма? Бір жерде осылай жасап қойып ше, ступенькалар қойып, теппешектер қойып. Айтпақшылар, сіздерге бір біздің неміз айтайық. Біз керемет заттардың бәрін осы көлге лақтырамыз. Сол кезде ол тұрады, немесе басқа жаққа қоя саламыз. Айтпақшы достар, біз осы жерде жаздың күндері күн ыстықтап кетсек, осы жерде мында тұрып суға қарай шомыламыз. Біздің достарымыз келіп бізбен бірге шомылады. Жаздың күні сіздерге бассейнде, көлде шомылған ұнай ма? Маған өте қатты ұнайды ол. Өйткені салқындап қаласың. Бұл кім еді? Бұл кім? Бұл не дауыс? Достар, енді біздің менде тағы да бір адам жүрген секілді. Мен өте қатты қорқып жатқан секілді. Енор, бөлмеңді жақсы істеп жатыр екенсің. Міне, Енор, майшам ойсам болады. Енді бұндайларды сыртқа ойсан жақсы. Айтпақшы достар, біз осы жаққа кешке қарай отыратын костер қойсақ қалай, сіздерге ұнай ма? Немесе осы кейін болып тұра берсін ба? Оны айта кетіңіздер. Міне біздің киркамыз, мына маяк, мына біздің киімдер, мына біздің зачарование столымыз. Біз осы егінді жасау үшін мен біраз уақыт құтқан болатынбыз. Жарты сағат па, білмеймін. Маған егінмен айналысқан өте ұнайды. Осылай біз егін егіп қойғанбыз. Осы жерде біз жүреміз, егінді жинаймыз, сулар қойғанбыз. Ал мына біз кішігірім қысқаша жасап қойғанбыз. Бұл механизммен. Осылай немен жапырақ қойып, оның ішіне қойғанбыз. Күшті болып көрініп тұру үшін. Картошка, сәбіз, пшеница, мынау ағаштар. Ал Енор, сен комнатадан бітіп қалды ма? Жоқ, әлі бар сәл күн үзіп, әзір сол кезде бітіремін. Мана жаңбыр қайта жауып берді. Достар, тағы да өшіп тастайын, қарсы болмасаңыздар. Маған жаңбыр мүлдем ұнамайды. Айтпақшы, біз келесі бөлімде дракон өлтірсек болады. Осы атқа, осы неге барып, порталға барып, басқа да нелерді мобтарды өлтіріп өтсек болады. Айтпақшы достар, менде тауықтар мында шығып кеткен екен. Осыларды естен өлтірсеңізші.
бізде тауықтар мен сиырлар өте көп. Бұны айту керек. Бұл не десеңіздер достар, біз бұл жерден мысалы тауға апаратын кезде немесе жай шығаратын кезде біз жерге апаратын болсақ, мысалы мына сиырларды осы жерден ашып өткізіп неден шығаратын боламыз, ал қойларды осы жолмен шығарамыз. Міне достар, айтпақшы достар, сіздер механизм басқа да заттарды білесіздер ме? Мен оларды қатты білмейді екенмін. Мен кішкене көп емес, басқалар сияқты емес, өзім кішкене түсінем, бірақ істеу қиын маған. Мына біздің кафе, міне айтқандай. Міне осындай кішкентай нәрселерге, мысалы магазин салсақ болады, басқа заттар салсақ болады. Міне біздің ат қорамыз, үстін жауып қойғанбыз жаңбырлардан сақтансын деп. Менің атым атпен серуен деп қайтайын Енұр, өзінің бөлмесін біткенше. Енұрдың да атын табу керек. Атпен айналып жүргенше тау жаққа шығып өтсем. Оп. Оп. Міне бізден де жетелдерге барайын. Біз бұл жерден оқшыдан оларға нан таратамыз. Айтпақ, сіздер білесіздер ма? Жетелдерге қалай көбейту керек екенін. Ал мен білемін, Енұр екеуміз білеміз. Енұр, оның себебі қалай екенін айтшы. Достар, ол үшін достар жетелдерді көбейту үшін төсектер өте көп, нан да көп керек. Неден біз осы жерге нандарды беретін боламыз, олар оны көбейтетін болады. Голем салып қойғанбыз. Біздің берден зомбилар көп шығатындықтан біз қоршап жасап қойған болатынбыз. Айтпақ сіздер, бұл мөді біз неше ай алдын бастаған болатынбыз. Сол кезде біз бірден үй салған жоқпыз. Сіздерге оны көрсетемін үй салғанымызды. Бірақ сіздер оған күлмеңіздер. Енді біз бастапқыда сол жерде тұрдық. Мен реттемей өтіп кетейінші. Мен бұрынғы кезде көп атпен серуендейтін едім. Мен атымды мұнда салып қоя салайын. Ал мен сіздерге бұрынғы біздің алғашқы үйімізді көрсетейін. Бірақ сіздер күлмеңіздер достар. Ондай барлық адамда болған шығар. Немесе болмады. Біз басында бірден ондай дәу үйлер салған жоқпыз. Біз бірінші материал жинадық. Біз міне осылар ұтып, жүзелерді қорғап, флагын ұтқан болатынбыз. Ал төмеге түсетін болсақ, осылай шахта қаздық. Шахтаны қазып, жердің астына үй салу. Бұл жерге біз өте көп уақыт кетті. Өйткені біз мына жерді бір киркамен қазып жүру өте көп уақыт. Және де біз бұндай осындай кремдерді біз өте көп уақыт. Қойдың жүні керек болған. Қойдың жүнін табу үшін қой керек. Төсектерді де қойдың жүнінен жасап өте көп уақыт кетеді. Міне біз жерге қайта қазып алмаз іздегіміз келетін болды, бірақ бұл жерде бізде жол бітіп қалып, біз осындай жер қазған болатынбыз. Бірақ бұл жерде де ешқандай алмаз шықпаған. Біз бұл жерде көп ойнаған болатынбыз. Аян сен бір өзіміздің алғашқы үйімізді таныстырып жер. Достар, бұл жерде біз өте көп уақыт, және де бұл жерді салу өте көп уақыт кетеді. Бұл жерді сіздер салыңыздар. Бұл жерге негізі не алып жер тұр десеңіздер, бұл жерде бізде егін болған, бірақ ол егін өспеген. Өспейді. Содан кейін біз бұны алып тастап үстіге шығарып салдық. Міне біз осы жерге келген заттарымызды тастайтын боламыз. Міне, ал айтпақшы достар, біз шахтаны жақсы көрген болатынбыз. Біз мұнда бұрын аққала асырағанбыз ғой достар, білесіздер ма? Аққаланы қойғанбыз ғой. Аққаланы өте көп шығара бергенбіз. Ана біздің ауылымызға өте жақын
арқала сол үшін біз сол жерден арқаланы көп шығарып тастағанбыз. міне осыдан төменге түсетін болсақ, осы жер біз бөлізе қазған болатынбыз. Сонда да алмас шықпады. Бізге алмас керек болды. Одан кейін біз бізден алмас таптық, басқа тауларға алмас тауып, өте көп алмас тапқан болатынбыз. Міне біздің байлығымыз, міне барлығы. Міне оружие, заттар, блок, анау. Енді сен бөлмеңді біттің ба? Мен азалы осы ең соңғы заттардың бірі. Осыдан ең Онда енді мен біздің подписчиктерге көрсетпей тұра тұрайын. Үстіге барып мен жата беремін, сен болғаннан кейін жатасың ғой. Достар, көздеріңізді жұмыңыздар, ендігін көріп қоймаңыздар. Көздеріңізді жұма тұрыңыздар. Аны уақытқа мен кәдімгі бітіріп тастайын. Көздерімді барамыз, достар. Достар, сіздер біздің видеомызды құр қарап отпай, лайк басып, тіркеліп, қоңырауын басып қойыңыздар. Және де сол кезде біздің видеоlarымызды жіберіп алмайтын боласыздар. Бүгінгі видеомыз ұзақ болды күндегіден қарағанда. Өйткені біз böyle сіздерге қызықты қылып салу үшін тасқан болатынбыз. Енді сен болғаннан кейін ұйықта азанда жалғастырамыз. Онда видео ұйықтай салайын, достар. Кеттік. Әрі менің атым тұр екен. Айтпақшы достар, біз PlayStation ойнап жатқандықтан сіздерге PlayStation 5-тегі қызықты ойынды салатын боламыз. Қайсы сіздерге ұнайды бізге айтыңыздар. Бізде Minecraft, GTA 5, Mortal Kombat бар, Mortal Kombat 11 бар. 10 емес, XL бар бізде. XL. XL көбісі 10 дейді, біреулер XL дейді. Білмеймін, біз көбінесе XL деп айтамыз, өйткені солай айтқан бізге ағамыз. Және де бізде Astra Bot бар, Roblox бар, UFC 4 бар, FIFA 23 бар. Біз FIFA-ны бірге ойнап, енергеміз бірге ойнап салатын боламыз. Сіздер қаласаңыздар. Және де біз UFC-ді бірге ойнап екеуміз салсақ болады. Сіздер қаласаңыздар комментке жаза кетіңіздер, қандай ойын түсірейік, Minecraft'ты жалғастыра берейік па, немесе GTA 5, UFC 4, FIFA 23, Roblox, тағы қандай ойын бар, Mortal Kombat XL, Mortal Kombat 11, қандай ойын салайық, соны айтыңыздар. Ал достар, енді бөлмесі арақ біткен секілді сыртқа атын жазып қойыпты. Міне, енді саған бойып берейін ба менікінде? Нені? Мен жанып тұратындай қарасай. Бояп берші маған менің бояуымды. Енді саған қандай цветке бояп берейін? Менікін Таңда. мен мына жерден маған синий деген түске қойып берші. Жарайды. Міне үйреніп алыңыздар достар. Осы көкпен жасайсыздар да түсті таңдайсыздар. Сөйтіп ол түнде жанып тұрады. Осылай жанып тұрады. Ал солай бояу үшін міне осы атыға міне светлющий пузырек деген. Осы керек, сіздерге қалаған түстеріңіз керек. Ал ендірдің бөлмесіне обзор. Бум тур, достар. Хоп. Достар, голубойды қалмаңыздар, бұл синий. Енді сен көкті жақсы көретін секілдісің ғой, иә? Маған оранжевый, сары, қара. Міне енді кітапты жақсы көретін дәлелі міне, дәлі айтып еді ғой. Міне көк түсті кілем, көк түсті төсек, міне полкалар тұр екен. Светтерін қойыпты, өзінің жұмыс орнын жасап қойыпсың, иә? Ал егер енді саған басқа да заттар керек болса, крышаға барып заттар алсам болады. Достар, біз постройканы жақсы көргендіктен біз 2 үй скоро 3-ші үй саламыз. Соған дайын отырыңыздар. Мұнаны сіздерге басқа үйден басқа не салайық? Айтып кетіңіздер. Не ұнайды? Мысалы,
басқа гараж, бассейн бәрін айтыңыздар. Немесе басқа да заттар айтып кетіңіздер. Ал достар, біз видеомыздың соңына келіп қалдық. Енді сен қайдасың? Мен өзімнің үйімдемін. Онда Енордың үйінде видеомызды аяқтайық достар. Енор, кел қасыма. Міне осы жерде тұрайық. Енор, қасыма кел. Ал достар, Енор бір эмоция жасап жібер. Ал достар, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.